Баршаңызға сәлем. Бүгін 12 қасық пирогын әзірлейтін боламыз. Айтып тұрғандай, қоспалары 12 қасықтан тұрады. Мен алдын ала бәрін өлшеп алған болатынмын. Қажет қоспаларды описаниеге жазып қалдырдым. Алдымен жұмыртқаға шекер қосып, ақ көбік болғанша жақсылап миксерлейміз. Содан соң күнбағыс майы мен сүт құйып араластырамыз. Ұнға қамыр қопсытқыш пен ванилин қосып араластырып аламыз. Ванилинді қосу міндетті емес. Сосын електен өткізе отырып, жұмыртқалы массамызға аз-аздан ұн қосып араластырамыз. Қамырымыз дайын. Пергамент қағазы төселген формаға қамырымызды салып, 180 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Менде 26 сантиметрлік форма. Піскенін ағаш таяқшамен тексереміз. Құрғақ болып шықса, пирогымыз дайын деген сөз. Кішкене суыған соң формадан босатып аламыз. Пирогымыз дайын, сондай нәзік, дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептілерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.